Ой, міне. Жалғыз қасқыр бүгінде біраз тірлік жасадым. Бүгін 27-сі міне. Наны қойдым. Ананы қойдым. Біраз тірлік жасадық қой. Жасап жатырмыз. Бәйет. Беті бері қарап келе жатыр ғой. Беті бері қарап келе жатыр. Беті бері қарап келе жатыр. Мен бір нәрсе айтайын. Мен спорт дедім, анау дедім, спорт салам дедім, бірақ мен қайдан шықтым? Спортқа қатысым бар ма, қатысым жоқ па? Мен еш нәрсе айтпадым ғой. Кімде-кім білетін болса, 90-шы жылдары қазіргі Березка общежитиясының астында подвалда Қайрат Молдажанов тренер болған. Қайрат Молдажанов. Сол кісінің шәкіртімін ғой мен. Сол кісінің шәкіртімін. Оның Талғат деген баласы бар. Қызы бар, Жанна деген. Закир, Гапур, Батыр. Солар болған. Ол зал атақты зал болған. Мұстафа Өзтүріктің стадионның асты жағындағы бір залда берген. Германиядан алып келген шәкірттермен берген шоуында болғанбыз. Бекерден бекер адам спортқа қатысы болмайды. Кімде-кім қандай да бір кездері Қайрат, Атыраудың Сағыздың жігіті Қайрат. Талап, ой, Талапты көрсең қазір семіп кеткен. Асылбек. Солармен бірге 2 жыл заниматься еткенмін. Кездейсоқ адам ешқашанда спорт салам, балдар дайындаймын деген нәрсені айтпайды. Бүгін 27-сі, міне, жалғыз қасқырдың 56 жыл өмірі қалды. 56 жылдан не үлгермейм. 56 жыл деген бір пәсте өтіп кетеді ғой, тез өтеді. Сол үшін уақыт тиімді пайдаланайық. Менде міне, мынаған қандай ақшаға салам? Яндекс таксиге кетіп жатырмын. Кешке дейін бір 5000 теңге табайын. Ертең 2 қап цемент алам ғой, 2 қап цементтің 4800 теңге тұрады. Жақсы, сау болыңдар. Күндеріңді жоғалтпаңдар. 5 минут уақыт жоқ қой, 5 минут уақыт. 5 минут сөйлеуге артық уақыт жоқ. Жоқ уақыт. Қашан болады екен? Жақсы, сау болыңдар. Аман болыңдар. Қазақтың мықты жігіттерін, қыздарын дайындай берейік. Болашақ жастардікі